Құрметті ата-аналар, мен сіздерге өзімнің ұсыныс кеңестерімді отбасы жайлы, отбасының ішінде бала тәрбиесі жайлы бергім келіп отыр. Бұл кеңес ұсыныстар әсіресе әкелерге арналады. Құрметті әкелер, ата-аналар, қазіргі қоғамда бала тәрбиесі деген ол өте маңызды бірінші рөлге шығып отыр. Біз отбасын тәрбиелеу кезінде жұмыспен және басқа да шаруалармен бос болмағандықтан барлық шаруаны әйелдерімізге қарай итеріп қойғанбыз. Құрметті әкелер, бұл өте қате. Мен сіздерден сұрайтыным, бала тәрбиесіне араласу керек. Оның ішінде ұлдардың тәрбиесіне өте етене араласу керек. Бұл тәрбиеге араласу дегеніміз, бұл баланың ең кішкентай бала жас кезінен бастап, балабақша кезінен бастап араласуымыз керек. Баланың барлық өмірі жайлы біліп отыруымыз керек. Достары, немен айналысады, неге қызығады, барлығын біліп отыруымыз керек. Құрметті ата-аналар, мектеп кезінде үлкен жасқа жеткенде бұл өте кеш болады. Сондықтан да ұл балалармен, әсіресе ұл балалармен көп уақыт өткізіңіздер, сөйлесіңіздер, сұрақ қойыңыздар, ойын біліңіздер, ерік жігерлендіріп, оларға жаңағы ақылдарыңызды айтыңыздар. Міне осындай әкенің тәрбиесін көрген ұл бала келешекте жаңағы ақылды, ерік жігерлі, отбасын қорғай алатын өте мықты азамат болып ер жетеді. Ана ретінде біз балаларымызбен әрдайым шыншыл болуымыз керек. Мысалы, кез келген қандай бір жағдайда өзіміз істей алмай қалсақ, жасай алмай қалсақ, оны мойындауымыз керек, ашық түрде. Кез келген тақырыпта балаларымызбен ашық түрде сөйлесіп, өзіміздің қиындықтарымыз болады, уайымдарымыз, солармен балалармен ашық түрде бөлісіп отырсақ, олар да өздерінің құпияларымен бізбен бөлісіп отыратын болады. Балалар кейбір кездерде жаман әдеттер істеп қойған жағдайда ауыр сөздер айтып қоятын кездеріміз көп болады. Сондай кездерде өзімізге ана ретінде тежеп, балаларымызға бұл дұрыс әрекет жасамаған байыппен жақсылап түсіндіруіміз қажет. Ата-аналар мысалы біз балаларымызға сені жақсы көремін деп жиі айтып тұруымыз керек. Себебі ол бала өзін жақсы көретін ата-анасының бар екенін сезініп жүреді әрдайым.